Қазақ халқы ежелден сөздің қасиетін ерекше бағалаған. Бір ауыз сөзбен адамды қуантқан, бір ауыз сөзбен адамды ренжіткен. Сол қасиетті сөздердің бірі бата. Бата жай ғана тілек емес, бата жүректен шыққан дұға. Сондықтан халқымыз батамен ел көгерер, жаңбырмен жер көгерер деп бекер айтпаған. Бірақ бір нәрсені бәрі біле бермейді. Бата берудің де өз әдебі бар. Егер бата дұрыс айтылмаса, оның мәні де, әсері де азаяды. Сондықтан бүгін біз бата бергенде нені ескеру керек, сол туралы әңгіме қозғаймыз. Батаның тарихы туралы қызық дерек. Бұрын қазақ даласында батаның ерекше түрлері болған. Ақ бата, жақсы тілек, игі ниет. Теріс бата, қарғысқа ұқсас, өте сирек берілген. Жол батасы, сапарға шығарда айтылатын бата. Дастархан батасы, тамақтан кейін берілетін бата. Батаның ерекшелігі. Бата айтқанда екі қол жайылады, жақсы тілектер айтылады. Соңында әумин деп аяқталады. Бұл баталардың барлығы адамға жақсылық тілеу үшін айтылған. Бата туралы 10 факт. Бірінші, қазақта бата өте қасиетті саналған. Ертеде қазақтар үлкен адамның батасын алмай, маңызды іс бастамаған. Себебі халық батаның күші бар деп сенген. Екінші, бата тек дастарханда ғана айтылмайды. Көп адам бата тек тамақтан кейін айтылады деп ойлайды. Бірақ қазақта жолға шығарда, үй салғанда, тойда, бала туған кезде де бата беріледі. Үшінші, батаны көбіне ең сыйлы адам береді. Бұрын ауылда ең құрметті, көпті көрген ақсақалдар бата берген. Себебі олардың сөзі қабыл болады деп сенген. Төртінші, батаның жаман түрі де болған. Қазақта теріс бата деген ұғым болған. Бұл өте ауыр қарғысқа тең саналған. Сондықтан оны өте сирек берген. Бесінші, батаның соңында міндетті түрде әумин айтылады. Бата аяқталғанда адамдар әумин деп айтады. Бұл айтылған тілек қабыл болсын деген мағынаны береді. Алтыншы, қазақ батасы көбіне өлең сияқты айтылады. Көп баталар ұйқаспен, өлең тәрізді болып келеді. Сондықтан оларды тыңдау да өте әсерлі. Кейбір баталар ата-бабамыздан бірнеше 100 жыл бойы өзгермей жеткен. Сегізінші, бата адамға рухани күш береді. Халық сенімінде жақсы бата адамға күш, сенім және үміт береді деп есептеген. Тоғызыншы, бұрын батаны алу үлкен бақыт саналған. Кей адамдар арнайы барып ақсақалдардан бата сұраған. Себебі ол өмірге жол ашады деп сенген. Оныншы, қазақта бата бермей ас ішпеген. Көп ауылдарда бұрын дастарханнан тұрар алдында міндетті түрде бата айтылған. Қазақ қариялары неге батаны көп берген? Өйткені бұрын үлкендер жастарға тек ақыл айтып қана қоймай, олар бата арқылы жастарға дұрыс жол көрсеткен. Батада көбіне мынандай сөздер айтылған. Адал еңбек ет, елге пайдалы бол. Ата-анаңды құрметте, жамандықтан аулақ бол. Міне сондықтан бата тәрбиенің бір түрі болған. Батаның құдіреті. Қазақ халқы сөздің қасиетін өте жоғары бағалаған. Сондықтан бұрын үлкендер әр сөзін ойланып айтқан. Өйткені жақсы сөз адамға күш береді. Ал жаман сөз адамның көңілін түсіреді. Бата сол жақсы сөздердің ең қасиеттісі. Сондықтан халық арасында баталы құл арымас, батасыз құл жарымас деген сөз бар. Бұл сөздің мағынасы баталы адам әрқашан жол табады, жолы ашық болады. Ал батасыз адамның ісі берекелі бола бермейді. Батаның адам өміріне әсері. Бата тек дәстүр ғана емес, ол адамның рухына әсер ететін күш.
Адам жақсы тілек естіген кезде оның жүрегі қуанады. Ал қуаныш адамның өміріне жақсы өзгеріс әкеледі. Сондықтан бұрын қазақтар баласына, жастарға, жолаушыға әрқашан бата берген. Батаны кез келген адам айта ала ма? Көп адамдар ойлайды, батаны тек қариялар ғана айта алады. Иә, дәстүр бойынша батаны көбіне үлкен адамдар береді. Бірақ шын мәнінде жақсы тілек айтуға әр адамның құқығы бар. Ең бастысы ниеттің тазалығы. Егер адамның жүрегі таза болса, оның айтқан батасы да шынайы болады. Батаның тәрбиелік күші. Бата тек тілек емес, бата тәрбиенің бір жолы. Өйткені батаның ішінде жастарға айтылған ақыл бар. Батада жиі айтылатын қасиетті, мағыналы сөздер бар. Олар көбіне тілек, жақсылық, береке шақыру үшін айтылған. Мына сөздер батада өте көп кездеседі. Бірінші, береке, бірлік туралы сөздер. Береке берсін, бірлігің мықты болсын, ынтымағың арта берсін, дастарханың мол болсын, үйіңе құт қонсын. Екінші, денсаулық, өмір туралы сөздер. Дендерің сау болсын, ғұмырларың ұзақ болсын, жастарың ұзақ болсын, аман есен жүріңдер. Үшінші, бақыт, жол туралы сөздер. Жолдарың ашық болсын, бақтарың жансын, жұлдыздарың жоғары болсын, алға қойған мақсаттарың орындалсын. Төртінші, ұрпақ, отбасы туралы сөздер. Ұрпақтарың көбейсін, балаларыңның қызығын көріңдер, әулеттерің өсіп өнсін. Бесінші, бата соңында айтылатын сөздер. Әумин, айтқан тілектер қабыл болсын, Алла тілектеріңді қабыл етсін. Міне, осындай сөздер жастардың санасына әсер етеді. Бір ауылда кедейлеу отбасы өмір сүріпті. Олардың жалғыз ұлы болған. Бала ер жетіп қалаға жұмыс істеуге кетіп барады. Жолға шығар алдында ол атасынан бата сұрайды. Атасы баласын қасына шақырып, «Балам, жолың алыс, өмірде түрлі адамдар кездестіресің, бірақ бір нәрсені ұмытпа», дейді. Сосын қолын жайып бата береді. «Жолың ашық болсын, қадамың нық болсын, адал еңбек ет, еліңе пайдаң тисін, бақытың артып, маңдайың жарық болсын». Бала атасының батасын алып қалаға кетеді. Жылдар өтеді. Бала еңбекқор болып, үлкен жетістікке жетеді. Бір күні ауылға қайтып келгенде атасына былай дейді. «Ата, менің жолымның ашылуына сіздің батаңыз себеп болды». Сонда қария, «Балам, батаның күші бар. Бірақ ең үлкен күш адамның ниеті мен еңбегінде» дейді. Батаның ұмытылып бара жатқан тұсы. Өкінішке қарай, қазіргі уақытта кейбір адамдар батаның маңызын ұмытып бара жатыр. Кейде дастарханда ешкім бата бермей, тарасып кететін жағдайлар болады. Ал бұрын қазақтар дастархан басынан бата алмай тұрмаған. Бұл үлкенді сыйлаудың белгісі болған. Сондықтан бата дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз. Бата қазақ халқының рухани байлығы. Ол жай ғана сөз емес. Бата жақсылыққа жол ашатын тілек, үлкендердің ақылы, жүректен шыққан дұға. Сондықтан әр адам бата бергенде мынаны ескеру керек. Ниеті таза болуы, сөздерінің мағыналы болуы, шын жүректен айту, орнымен айту. Сонда ғана бата шын мәнінде адамға жақсылық әкеледі. Өйткені халқымыз бекер айтпаған. Жақсы бата жарқын өмірдің бастауы. Жақсы сөз жүрекке жылу береді. Ал бата сол жақсы сөздердің ең қасиеттісі. Сондықтан әр адам жақсылық тілеп үйренуі керек.
Өйткені дана халқымыз бекер айтпаған: жақсы сөз жанға қуат. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.